әрбір инсанның кемінде 100 ямаса 1000 мақсеті болады екенді, ал науқас болып қалған инсанның тек бір мақсеті, бір арманы болады екен, тез тәуір болып кетсем деген. Соның үшін денсаулық көбінше сол көпшілік инсаннан сұрасаң, бірінші орында тұратығын ең қадірлі нәрсе. Дұрыс айтасыз, Дастан, халықтың саламатлығы жолында пидайы менет ісіліп атырған тарау қанегелеріне хүрметлі жұртбасшымыз тарапынан айрықша ітібар беріліп, олардың іс хақыларының мәлім дәрежеге асырылуы да тикарсыз емес. Олай болса, осы мазмұнда даярланған сюжетпенен біз баслаймыз. Мархамат. Республикамызда денсаулықты сақлау системасын рауажландыруға қаратылған жаңа жойбарлар әмелге асырылмақта. Нәтижеде өткен жылы тек Қарақалпақстанлы 6 жаслы балалар һәм социалдық қорғауға мүтәж кем тәмеленген шаңырақтардағы 14 жасқа шекемгі 47200 бала бипыл профилактикалық емленді. Тараудағы маман қанегелерді таярлау тәжірибелерін арттыру бағдарында тикарғы таяныш қызметін атқаратын Қарақалпақстан медицина институтында өткен жылы жұмағы бойынша нәтижелі жұмыслар алып барылды. 2025 жылы біздің институтымызда 2 білімдендіру бағдары халықаралық аккредитациядан өтті. Бұл дегені демек біздің тәлім бағдарларымыздың халықаралық дәрежеде тән алуына, институтымыздың абыройын бұнан бетерде асуына үлкен бір жәрдем береді. Бұнан тысқары оқу процесін жақсылау, талабалардың әмелиятын жақсылау, өзлестіруін, жақсы кадрлар болып жетілісін тәмінлеу мақсатында оқу әдебиетларының көбеюі, жаңалануы, Қарақалпақ тілінде оқу әдебиетларының таярлау сапасы да артты. Қазіргі уақытта оқу процесі әмелият базаларында, Нүкіс қаласында жайласқан клиникаларда һәм өзіміздің институт клиникасында оқу процесімен бірге алып барылмақта. Бұл жерде оқу ережесінде көрсетілген көндіккілер, заманауи емлеу профилактика ұсулары үйретіліп барылады. Қазіргі уақытта дүния жүзінің топ 300-лікке кірген оқу орындарының оқу ережелерімен, оқу программаларымен интеграция жұмыстары алып барылып, заманауи ұсулар қазір енгізілмекте. Институтымызда санластыру мәселесінде де үлкен жұмыстар алып барылып жатырды. Соның ішінде қазіргі уақытта институт клиникасындағы емлеу процесі, телемедицина арқылы шетелдің жетекші клиникалармен байланысу, консультация алу жұмыстарда жолға қойылған. Мәлімет ресурс орайында заманауи кітапларды санластыру бойынша барлық оқу әдебиетларымыз электрон вариантқа өткізіліп, инфокиоскқа жайластырылған. Бұл талабалар тарапынан қиналмастан оқу ресурстарынан пайдалануға бір шарайт жаратады. Қазіргі уақытта институтымызда талабалар тұрақ жайы қайта үскенелеуден кейін іске түсірілді. Бұл жерде де талабаларға жақсы шарайт имканиятлар жаратылған. Жатақханамыздың өзінде оқу заллары, компьютер заллары көркемдестірілген. Сол жердің өзінде регистратор офисі жұмысы жолға қойылған арқылы талабаларға да үлкен мүмкіншіліктер жаратылған. 2025 жылы институтымызда студенттердің халықаралық олимпиадасы өткізілді. Бұл жерде 10 мемлекеттен студенттеріміз қатынасты һәм өзара тәжірибе алмасуға ие болды. Бұнан басқа да жетіскенліктерімізге талабаларымыз шетел жоғары оқу орындарына барып академик мобильдікті әмелге асыру арқылы өздерінің тәжірибелерін алмастырды. Һәм шетел профессор оқытушыларымыз институтымызға шақыру арқылы шеберлік сабақлары, лекциялар өту арқылы олардың шетел тәжірибелерін өзімізге үйренуге, ямаса солардан бір үлгі алуға имканият жаратылды деп ойлаймын. Кіріп келген жаңа жылымыздан біздерге және де бір үлкен имканиятларды ашып береді. Келесі осы кіріп келген жылымызда біз студенттеріміздің білімін және де жетілдіру, маман кадрлар даярлауға үлкен өзіміздің үлесімізді қосамыз деп айта аламын. Теория һәм әмелият. Олар тең әмелге асырылғанда ғана қанегелердің іскерлігі, студентлердің белсенділігі имканиятлары кеңейеді. Тараудағы әрқандай жетіскерліктің артында машақат һәм ізденіс бар. Үлкен жетіскерліктеріміздің бірі 2025 жылғы октябрь айында болып өткен президент администрациясы
басылығы басламасы менен әмелге асырылған марафонды айтып өту жүдә орлы деп есаплаймыз. Бір ай давамында саламатлық марафоны алып барылды. Сол шөкелмескен марафонның тикарғы бас штабы біздердің Мединституттың клиникасында өз іскерлігін алып барды. Статистикалық малуматтарға келетін болсақ, сол марафон шеңберінде жәмі 206 мың бұқара көріктен өткізілген болып, әлбетте кейінгі технологиялар менен тәминленген аппаратларда тексеру ұсулары әмелге асыру нәтижесінде көплеп тексерулер әмелге асырылды, көріктен өткерілді. Сол 206 мың бұқара тексеру нәтижесінде соның ішінде 37 мың бұқарада науқаслық белгілері анықланды. Науқасларға мәслихаттар беру һәм соларды емлеу мәселелері қаралды. Шипакерлеріміз һәм қала берсе сол президент администрациясымен біргелікте делегация болып келген жоғары қанегелі шипакерлер біргелікте операцияларды алып барды. Бұл өз нәубетінде біргелікте тәжірибе алмасу сұхбатында да қаралды. Біздерде сол көріктен өткізу үшін мобиль клиникамыз жұмыс алып барады. Бұл да айтып өту керек, сол Жайка тикарындағы кіріп келген автобусымыз бар. Сол Япониядан келген автобус. Оның ішінде сол ең фундаментал көріктен өткеруші әспап үскенелер істеп тұрды. Сол әспап үскенелерменен, мысалы рентгенография, соның ішінде болатын түрлі тексеру ұсулары сол автобустың ішінде шөкілместірілген әммесі һәм бұл мобиль клиника сыпатында қызмет көрсетіп келмекте. Бұл жаңағы аз шеткі районлардағы барып көріктен өткізулердің әммесі бұл халықтың жағдайын жақсылауға болған мақсатты әмелге асырады. Саламат жәмиет, саламат орталық, халықтың денсаулығын бекемдеу жолында ізленісте болып атырған тарау пыдайларының алдында тұрған мақсаты болса, осы жолда тұрақлы ізлену һәм кәсіптік шеберлігін арттыру.